Сәлем достар, бүгін блогер болудың 5 жолын айтам. Және де не керек, не істеу керегін айтатын болам. Короче, алып кет. Айтпақшы. Мына кейін мен уже 3 видео бойы отырдым. Бірінші, екінші, үшінші. Просто лайктарыңызды басып подписаться етіңіздер. Келесі видеода мен кішкене киімімді өзгертейінші, мына киімнен шаршадым уже. Кеттік. Жақсы. Бірінші жолы ол идея. Идеялар керек әрине блогер болу үшін. Мысалы, идеялар Владтікі, или Хаймендікі, или тағы Владтікі. Идея керек, не үшін керек? Өйткені адамдар сіздерді көру үшін, қызығуы үшін керек, және де адамдарды көбінесе қызықтырыңыздар. Андай оригинальный бір нәрсесін, біреудің бір нәрсесін көшіруге болмайды деп айтудың да қажет жоқ. Адам болғаннан олар көшіреді. Не дейді? Короче, көшіреді. Мынаны жасаған екінші адам жасайды, екінші адам жасаған үшінші адам жасайды дегенде. Мысалы 24 сағат, болмаса челлендж, мысалы орыс ютуберлер, блогерлер алатын болса челлендж, аукцион челлендж, орыс ютуберлерінде өте мықты, оларда подписчиктері де көп слишком, 5 миллион, 50 миллион, 25 миллион, детский каналдардың өзі 20 миллиондай болады. Ал біз екіншісіне келдік. Екінші ол камера. Камераға блогерлер блог түсіру үшін, блогерлер сияқты видео түсіру үшін оған мынандай камералар болады, или штатив болады. Камераның ең мықтысын мынандай сатып алмай қойыңыздар. Бұндайдың өзі керек емес. Тіпті простой телефондардың өзі түсіреді. Егер освещение болса, мынандай менікі сияқты. Мынандай деген свет, осындай освещение болса жақсы болады да. Камера тіпті жаман телефонның өзінде де түсіру. Простой чмо телефондарды да түсіріледі. Ал біз үшіншісіне келейікші. Үшіншісі бізде ол дауыс, звук. Звукты құрт телефонмен деп түсіруге болмайды. Оған әрине микрофон керек. Микрофонмен бар әрине, бірақ та микрофон тіпті болмаса геймерлерді, ойын ойнайтын стримерлерді көресіздер. Олардың өзінде құлағында наушник болады. Неге? Өйткені олардан таңғалмаңыздар. Мынандай наушник болады. Өйткені сіз таққан кезде құлағыңызға. Алло. Мына жерде микрофон бар. Тіпті звук жақсы шығады десеңіз, микрофон сатып алмай-ақ, наушник даже бесплатно десек те болады, наушник сатып ала салыңыздар. Ал біз төртіншісіне кеттік. Және де төртіншісі бұл обложка. Егер сіз мынандайды көрсеңіз, сіз әрине мынаны таңдамайсыз. Именно мынаны таңдайсыз. Сол үшін обложка бұл видеоның басындағы ең бірінші зат десек те болады. Какой-то говно сурет тұрады, сіз оны таңдамайсыз. Әдемі сурет тұрады, мысалы мықты сурет тұрады, сіз әрине сол Майнкрафтты таңдайсыз. Майнкрафттың суретін. Егер де камерамен біреу үйін түсіп тұрса, таңдамайсыз. Стив пен анимациясының сурет тұрса, әрине сіз соны таңдайсыз. То есть кейбіреулері болады, шын сияқты обложка қоймайтын. Обложка не дейді қазақша, білмеймін. Обложканы қою үшін маған көмектеседі творческий студия YouTube. Творческий студия YouTube. Оп-оңай сол кірген істеген видеоға кіресің,
таңдайсың, изменитті басасың, свой значокты басасың, и все, керек фотоңды қоясың. Көп сөйлеп кеттім, иә? Ал біз 5-шісіне кеттік. Демей ақ қойыңызшы. Сонымен 5-шісі ол монтаж. Әрине, бұл видеоның бәріне сән мән беріп тұрған ол монтаж. Монтаж не ол? Осындай қиып тастау, обрезать, звук қосу, жаңағыдай заттарды қосу, бұл монтаждың арқасы десек те болады. Бірінші идея, екінші монтаж. Ал маған көмектесетін монтаж ол KineMaster. Ол легендарный десек болады, деймін өзім. Бірақ басқа монтаж істейтіндер де бар. Мысалы телефоннан, Android'тан Power Director дегендер, мен олар вообще түсінбедім. Және де көп сөз біз 6-шысына көшейік. Неге 6-шысы? Плюс 6-шысын айтам. Подарка. 6-шысын айта келдік. 6-шысы ол никнейм. Неге никнейм? Ол ат, имя, фамилия десек те болады. Егер әдемі ат қойыңыздар, енді қысқаша, енді бір ютубер ұнатма сізге, оның аты анау 516 бұнау. Алдында мен ютубер көріп едім, оның аты ұмыт қалмышы, сосын айтам деген сияқты болады. Егер менікі сияқты эпик олжас көрсеңіз, алдында бір канал көрдім, эпик олжас деген, подписаться кет оған, колокольчикті бас, және де лайкты бас десек, енді болады. Сол үшін әдемі аттар қойыңыздар, әдемі заттар қойыңыздар. Жаман өзіңіздің Рома 516-141 или Дмитрий Панасиев. Алдында Free Fire'дан бір ютуберді көрдім, Нұрғанат Қоянбаев деген. Өте аты қиын екен. Нұрғанат FF деугедінде болады. Өйткені ол Free Fire түсіреді. Ал мен сіздермен қоштасам, кездескенше.